Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін беттегі ұсақ тесіктерді тарылтудың әдісін үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Теріні қалыпқа келтіру аса қиын емес. Ең бастысы, бетті жақсылап тазартып алу керек. Ұсақ тесіктер лас болса, бетке безеу, бөрту, қара нүктелер шығып кетеді. Ұсақ тесіктерді тазарту үшін мейлінше жиі пилинг жасап тұрыңыз. Ол ұсақ тесіктерді тазартып, қан жүруді жақсартады. Ыстық сумен жуынбаңыз, теріні буламаңыз. Макияжды жақсылап сүртіңіз. Безеуді сықпаңыз. Тазарту әдісін, яғни лифтинг, пилинг тағы басқа тәсілдерді қолданған соң, міндетті түрде тазартатын лосьонды пайдаланыңыз. Құрамында мырыш оксиді бар тоник теріні тыныштандырып, ұсақ тесіктерді тарылтады. Аптасына бірнеше рет бетті мұзбен сүртіп тұрыңыз. Ол теріні сергітіп, ұсақ тесіктерді қалыпқа келтіреді. Енді ұсақ тесіктерді тарылту үшін бірінші ақ саздан маска жасаңыз, яғни глина. Сазды қалың ботқа қалпына дейін сумен араластырыңыз. Масканы жаққан соң су бүркеп құрғатпауға тырысыңыз. 15 минуттан кейін жуып тастаңыз. Екінші тәсіл. Жемістің табиғи қышқылын пайдаланыңыз. Құлпынай, жүзім, жұмыртқа ағы мен лимон шырынын араластырып маска дайындаңыз. Үшінші. Бетке арналған қоспаларға кофе, лимон, орман жаңғағы, қара зере эфир майын қосыңыз. Сонда теріңіздің ісінгені басылады. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.